Динозаврлардың шынайы түрі осындай ма? Иә, бұл қалжың емес. Бала кезімізде үйреншікті болған T-Rex, диплодок және аргентинозавр сияқты бұрында жойылып кеткен динозаврлардың шынайы келбеті кесірткелерге қарағанда құстар немесе тіпті сүтқоректілерге көбірек ұқсас болуы мүмкін. Тіпті кейде осыған дәлел де бар. Қазіргі таңда көпшілік адамның динозаврлар туралы елестетуі алып, қорқынышты рептилия тектес жыртқыштардың бейнесінде негізделген. Мұндай бейнелер кинофильмдерде, комикстерде, балалар ойыншықтарында жиі кездеседі. Алайда соңғы ғылыми зерттеулер бұл бейнелердің шындыққа толық сәйкес келмейтінін көрсетеді. Динозаврлар шын мәнінде біз ойлағаннан әлдеқайда күрделі және әртүрлі болған. 20 ғасырдың ортасына дейін палеонтологтар динозаврларды қолтырауын немесе кесірткеге ұқсас жалаңаш терісі бар жануарлар деп сипаттап келді. Бірақ кейінгі жылдары жүргізілген қазба жұмыстардың нәтижесінде көптеген динозавр сүйектерінен қауырсын іздері табылды. Кейбір динозаврлар, әсіресе теропод деп аталатын жыртқыш топ құстарға өте ұқсас болған. Тираннозавр рекс сынды танымал жыртқыштар да бала кезінде қауырсынды болған деген болжам бар. Көптеген адамдар динозаврларды жасыл немесе сұр түсті деп елестетеді. Бұл анимация мен ойыншықтар әсері. Шын мәнінде кейбір динозаврлардың қауырсындарында түс беретін пигменттер болған, және олар түрлі түсті болып келуі мүмкін. Сонымен қатар, олардың дене өлшемдері де әртүрлі болды. Барлық динозаврлар алып болған жоқ. Көпшілігі тауықтай немесе мысықтай болған. Осы айтылған мәліметтерге орай пайда болған сұрақ: неге ғылым әлі күнге дейін динозаврлардың келбетін нақты біле алмай отыр? Себебі ақпаратты білуге мүмкіндік болмауында. Біздің заманымызға дейін динозаврлардан тек қаңқалар мен сүйек іздері ғана жеткен. Ал тек сүйекке қарап бұлшықет, тері, қауырсын, жүн және тағы да басқа ерекшеліктерді білу өте қиын. Тіпті көп жағдайда мүлдем мүмкін емес. Егер де қазір өмір сүріп жатқан жануарлардан біздің заманымызға дейін тек сүйектер жеткенде, біз олардың да алуан түрлі келбетін біле алмайтын едік. Мысалы, осы сүйектер кімге тиесілі екенін білесіз бе? Былай қарасақ, сүйкімсіз, арық жыртқыш сияқты. Бірақ бұл жай ғана мяу деп жүретін мысық. Келесіше, орташа денелі шөпжегіш жануар десек, иә дұрыс, шөпжегіш. Алайда орташа денелі емес, ірілеу келген мүйіз тұмсық. Мүйізі сүйек емес, кератиннан болғандықтан сүйек сақты жақсы сақталмай шіріп жоқ болады. Палеонтологтардың әдісімен сүйекке ғана қарап денен салса, осындай мүйізсіз, мүлдем таныс емес жануар шыға келеді. Ал осы қаңқа олжасын оңай ұстап алып, асап-асап жеп алатын жыртқыштық шығар. Бірақ бұл су сиырының қаңқасы. Иә, су сиыры әлемдегі ең қауіпті жануардың бірі. Алайда азу тістеріне қарамастан, бұл алып хайуан толығымен өсімдік жеуші. Сүйегіне ғана қарап денесін салып көрсек, осындай қорқынышты мақұлық шығады. Келесі сүйектер кішігірім динозаврдікі шығар. Түрін бейнелеп көрсе, жалаңаш денелі, орақ сияқты қолы бар екен. Тіпті осы орағымен бір нәрсе ұстап үлгерді деп қателеспейікші. Бұл жай ғана аққу. Енді жай ғана үлкен тістері бар ірі өсімдік жегіш деген ойда болатын едік. Егер де ерекше келбетке ие, күрделі үйірлік құрылымды ұстанатын, тіпті сурет сала алатын әлемдегі ең ақылды жануардың бірі пілді білмегенімізде. Ал оның басты ерекшелігі ұзын тұмсығы ойымызға да келмейтін еді. Осыған орай кейбір ғалымдар диплодок сияқты динозаврларда пілдегі сияқты ұзын тұмсық болуы мүмкін деген ойда. Өкінішке орай, осындай динозаврлардың ерекшеліктерін дәл қазір біз не растап, не жоққа шығара алмаймыз. Жоғарыда айтылған мәліметтерден кейін көптеген динозаврлардың бейнеленген келбеті бір түрлі көріне бастады. Біреулері қауырсынсыз тауық пен папугайға ұқсап қалса, басқаларының бас сүйегін ешқандай бұлшық етсіз, жай ғана терімен қаптағандай көрінетін болды. Шынымен не мынау? Су сиырында да бас сүйегінде осыған ұқсас жерлер бар, бірақ оның басынан үшкір сүйектер шығып тұрмайды ғой. Осындай доп-домалақ пупсик. Жарайды, пупсик емес шығар. Видео істеу барысында жануарлар қаңқаларының суреттерін іздеп жатқанда тоқтаусыз өтірік нейрожүйелік қаңқалар шыққанын байқадым. Ой, не мынау? Кім әлі байқамай тұрса, мысықтың қаңқасында құлақ тұр. Бірақ шынайы сурет осындай. Бағана пілдің қаңқасы осындай екенін білген едік. Жасанды интеллект болса, олай ойламайды. Мүйіз тұмсық та бар, тағы да бас сүйегінде құлақ пен көз де бар.
өтірік қаңқалармен ғана шектелмей отыр. Мысалы, тауыс құсының балапаны қандай екен деп Google'дан қарасаңыз, осы сияқты суреттерге тап боласыз. Вау, қандай әдемі деп тұрмаңыз, шынайы балапан осы. Көбіңіз осындай нейрожүйелік өтірік суреттерді көрген шығарсыз. Осы бейнелерді кім және не үшін жасап жүргенін біз анықтадық. Бұл жайлы толық видео көру үшін осы жерге басыңыз. Бассаңызшы, күтіп отырмыз ғой. Иә, басыңыз. Мен мына жерге басып. Не. Тіркеліңіз.